Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге күлше нанның жасалу жолын көрсетемін. 1 стакан жылы су мен 1 стакан жылы сүтті құямыз. Онан соң 1 шай қасық дрожжды саламыз. Дрожждың срогына міндетті түрде қараңыздар, өтіп кетсе мүлдем көтерілмей қалады. Онан соң 2 ас қасық шекер және де 1 шай қасық тұзыңызды салып, барлығын араластырасыздар. Араластырып болғаннан кейін 70 грамм сары майды құямыз. Ертілген, мен 72% майда қостым. Дрожждың бәрі сіңгенше жақсылап тұрып араластырып, алдын ала ситадан өткізілген ұнымызды қосамыз. Алдымен осылай қасықпен жайлап араластырасыздар, одан кейін қолмен илей бастаймыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болып иленді. Соңында пісте майдан қолыңызға алып, қамырдың барлық жағына кішкенеден жағып шығасыздар. Қамырдың бетін жауып, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 2 сағат өтті, қамырымыз әлдеқайда 3-4 есе болып ұлғайды. Дәл осы қамырдан менде 120-130 граммнан есептегенде 12 дана шықты. Әзірге мен жартысын алып қалдым. Қазір мен 6 данасын пісіретін боламын. Міне, 120-130 граммнан есептеп, 6-ауын бөліп, енді дәл осылай тағы да бір 20 минутқа қойып қоямыз, сонда қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Міне 20 минут өтті, енді қолымыздың, саусағымыздың көмегімен осылай нан тәріздес етіп жасап шығамыз. Ортасы көтеріліп кетпес үшін осы венчиктің көмегімен ортаның барлығын тесіп шығасыздар. Онан соң 1 дана жұмыртқаның сарысына мен 1 ас қасық сүт қосып, осылай жағып шығамыз жан-жағын. Ортасына қалауларыңыз болса, кунжут, мак, үйіңізде не бар, соны сепсеңіздер болады, ал ештеңе жоқ болса, ештеңе етпейді. Алдын ала қыздырылған пешке 200 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Нан бар жерде ән бар демекші, нанымыз да дайын. Дастарханыңызға қойсаңыздар болады. Ал енді ас болсын. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.